Сәлем қыздар, бисквитный клубничный торт дайындаймыз. Ең алдымен кремді дайындаймыз. Ол үшін ақ шоколадқа қайнатылмаған тек қана қыздырылған сливкиді құйып, блендермен езіп араластырасыз. Осылай араласқан сұйық массаның бетіне контакт етіп пищевой пленканы жауып, 6 сағатқа холодильникке қоясыз. Бөлме температурасындағы 6 жұмыртқаны құрғақ ыдысқа саламыз, миксермен араластырамыз. Разрыхлительді ұнға салып араластырып қоямыз. Жұмыртқаға қантты бірден салуға болмайды. Қантты аз-аздан салып, жұмыртқа массаны 4-5 есе ұлғайғанға дейін миксермен араластыру керек. Масса осылай әппақ үлпілдек болып шығу керек. Енді разрыхлительмен ұнды саламыз. Ол кезде миксерсіз лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай массаны басып алмай араластырамыз. Жиырма 22 диаметрлі форманың астынан осылай фольгамен орап, кольцоны бекітіп, алдын ала пешті қыздырып пісіруге болады. Астындағы тестоның арасындағы қалып қойған артық ауаны шығарып тастаймыз. Начинка дайындаймыз. Замороженный я свежий клубникаға қантты салып шамалы қайнатасыз. Жүгері крахмалын суға салып араластырып, қайнап тұрған клубниканың үстіне құясыз. Араластырып тұру керек, себебі қою масса болғанға дейін қайнатасыз. Қоюланғаннан кейін басқа ыдысқа салып, блендермен еземіз. Езбесе де болады, бірақ езген кезде әдемі шығады. Бисквит 170 градуста 35-40 минутта пісіп шықты. Теңдей 4-ке немесе 3-ке бөліп алсаңыз да болады. Бисквитті толық суығаннан кейін ғана кесесіздер. Мен 3 бөлікке бөлдім. Алты сағат холодильникте тұрған сливки мен шоколадты шығарамыз. Оған үстіне сливкиді құйып миксерлейміз. Қою әдемі өзінің формасын керемет ұстап тұратын крем шығады. Бұл бисквитке міндетті түрде пропитка керек, себебі өте сухой, жеңіл бисквит. Ол үшін сүтке қант ұнтағын немесе сгущенный молоконы араластырасыз. Тортты жинаймыз. Крем жағамыз, тегістейміз, шетіне креммен бортик жасап, ортасына начинканы саламыз. Екінші бисквитті қоясыз, дәл солай қайталайсыз. Міндетті түрде кольцомен жинаңыз, түзу тегіс болады. Үшінші бисквитке пропитканы құйып, бетіне теріс аударып жабамыз. Тортты міндетті түрде 1 түнге холодильникке қою керек. Қалған креммен бетіне жағына жұқалатып жағып, вафельный крошка сеуіп тастап, өз қалауыңызша әрлеуге болады.